Саламатсыздар ма? Бүгін біз бір фотоны бірнеше бөлікке бөлетін боламыз. Ол үшін осы сайтқа кіреміз. Выбрать изображение таңдау арқылы өзіміздің бөлу керек суретімізді таңдаймыз. Мысалы, мына сурет таңдадым. Қанша вертикально, горизонтально қанша бөлікке бөлесіз, соның барын осы жерден көрсетесіз, және далее батырмасын басасыз. Мысалы, мен 6 бөлік дедім. Увеличить изображение, сгладить изображение, фотография деп барлығын таңдап шығамыз. PDF форматта сақтау деген таңдадым. Енді нарезать батырмасын басып, загрузканы күтеміз. Яғни мен бір A4 қағаздағы суретті 6 бөлікке бөліп, соны A6, A4 қағазға шығарып, оларды бір-біріне жабыстыру арқылы бір үлкен плакат жасай аламын. Мінекей, скачать батырмасын басу арқылы өзіміздің жүктелген файлымызды ашып көреміз. Мінекей, менің суретім 6 бөлікке бөлінді. Осыны енді 6 A4 қағазға шығарып, бір-біріне жабыстырып плакат жасасам болады. Назарларыңызға рахмет.